Достар, Фаберлик компаниясына мына соткіден қалай заказ беруді үйретейін, көрсетейін. Сіз мына именно App Store'дан, Play Market'тен мына Фаберлик қызыл именно 2.0 дегенді скачать етіп аласыз. Бірінші. Сосын ашасыз. Не? Өйстіп ашылғаннан кейін профильді басасыз. Войти деп кіресіз. Ішіне осылай нөмір шығады. Нөмір сұрайды, сенің нөміріңді, регистрационный нөмірің жазасың. Мысалы, мынау менің регистрационный нөмірім. Өйстіп теріп аласыз. Сосын паролін жазасын. Сосын ішіне кіресің войти деп. Кіргеннен кейін настройка жасап аласың. Настройка жасайсың. Әуелі странаны тересің, Қазақстан. Қаланы тересің, город. Ақтау. Сосын тілді. Тіл орыс тілінде міне өзгертті. Енді настройка региональныйды настройка жасайсың, басасың. Тағда оны баспасаң, заказыңда берілмейді, ішіндегілер көрінбейді. Енді дұрыс, міне, дұрыс. Енді корзинаны басасың. Заказ беру үшін корзинаны бастың. Бет ашылады, осылай. Сосын заказ беретін, заказ алатын точкаңды таңдайсың. Мысалы, міне Ақтаудан жерде Жұмабаева Тәрбияның точкасын мен таңдадым. Выбрать дегенді басасың. Өзі осы жерден саты алатын боласың болашақта. Жұмабаева Тәрбия деп жоғарыда міне жазу тұр. Енді корзинаны басасың. Заказ беру үшін міне жерге или міне жерде нүкте бар точка, соны басу керек. Енді товарды іздейсің. Егер каталогыңыз болса, жаңа нүктені басқаның жақсы, каталог арқылы қарайсың. Мысалы, каталогта шоколад бергің келеді дейік, 16.040 тересін. 16.040-ты тердің, бастың. Міне уже корзинаңа қосылды. Батончик басып қалдың үстін. Добавлен дейді. Уже міне қосылды. Бір шоколад қосылды. Әр қарай, бұл жаңағы енді товары деген жерді бас, сол жерден қалай заказ беретінді көрсетейін. Товардан осындай товарлар шықты. Мысалы, осының ішінен здоровье деген, мен денсаулыққа байланыстыны бергім келеді. Саған именно қайсы пищевой добавка дегенді басасың. Мысалы, ішінен қарайсың. Мысалы, мына жерден прополис спрей, өсір қазіргі таңда беріліп атқан осыны бердім. Мысалы, осыны басасың, корзинаға саласың. Корзинаның үстін басқан кезде добавлені дейді, түсті корзинаға. Прополис спрей корзинаға түсті. Міне уж көрініп тұр. 2 зат кетті. Енді каталогпен заказ беру түрін көрсетейін. Каталогты басасың. Каталог міне тұр. Смотреть каталог дегенді басасың. Каталог ашылады. Да, пожалуйста. Так, бастадық. Міне, мынау ең артымен тұр. Қазір өзгертіп атсын. Қарап атсын. Каталогты қарап атсын. Өйстіп қарап келе жатырсын. Саған, мысалы, бір зат ұнайды. Мысалы, міне жерде, мысалы, шоколад ұнайды. Шоколад. Артикулы 16.094. Осыны бергім келді. Міне жерде жоғарғы жағындағы нені басасың, дөңгелекті, луппаны басасың. Так, 16.094-ті жазасың. 0.94 бастың. Міне, корзинаны басып қаласың. Корзинаға ол түсет. Корзинаны басып қалдың, корзинаға түсті. Тексересің. Әр қарай тағы кеттік. Міне жерден тағы бір зат қосқым келіп отыр. Мысалы, міне сабын қосқым келеді. Міне жерде бейдейді.
осы беттен 2 товар алсаң, саған арзанға келеді деп тұр. Сары бағамен келеді. Негізі бағасы қара баға еді. Осы жерде мен 2 сабын алғым келіп жатыр. Так, артикулын қараймын. 27-36, 27-49. Тересің. 27-36 басасын. Так, корзинаны басып қалдың. Түсті. Келесі 27-49. Бастың. Корзинаны басып қалдың. Так, тағы корзинаны басасың. Тексересің. Міне 2 сабыным тұр ма, жоқ па? Қара, 2 сабын түсті. Енді әр қарай тағы да товари деген жерден жоғары жағы луппаны басып заказ бересің. Так, 32-02 одеколон. 8 элемент деген одеколон. Міне бастым, корзинаға басып қалдым. Корзину. Так, бастың. Түсті. Енді достар қараңдар. Міне жерде осындай болып астында жазу тұрса, подарканың суреті бар жазу тұрса, значит, осы жерде 2 зат алсаң, саған арзанға берем деп тұр. Осы заттар дейді. Міне жерде 8 элементтің 2-ін бердім. Арзанға түсті. Қараңыз, 2888 теңгеден. 2-ін. Еді 2088 теңгеге шығып отыр. Едәуір арзанға түсті. Сол сияқты тағы да жасыл жанып тұрған жерлер болса қарайсыңдар. Жасыл жанған жердің барлығы 2-2-ден зат берсең, ол арзанға түседі деген сөз. Сабын түсті. Енді акцияларды қараймыз. Мына жерде подаркасы бар. Выгодные предложения деген жерді қараймыз. Осы жерде скидкамен товарлар тұрады. Бірінші бонустың заты тұрады. Осының үстін басасын. Бонус дегеніміз каталогта жазылып тұрады, скидкамен товар береді. Мысалы, бірінші шампунды алғым келіп жатыр. 2349 теңге сайын шампунды саған 649 теңгеден береді. Ал басып көрейік. Міне жерде, мысалы, мен 400 миллиграмдық шампунды алғым келіп отыр. Корзинаны басасын. Бастың. Осы жерде міне 2-ін алып тұрмын. Так. Міне өстіп корзинадан алдым. Применитті бастым. Так, 2 шампун. Міне түсті. Так, әр қарай кеттік. Зубный паста алғым келді. Зубный пастының үстін басасын арзанға. Бұл жерде зубный пасты саған 377 теңгеден келіп тұр. Міне жерде міне корзинаны бастым. Міне жерде біреуін бастым. Міне 2 зубный паста түсті да. Применитті басасын. Так. Та корзинаға қайтып келдік. Қазір қараймыз. Так, міне. Шампуным міне тұр. Зубный пастым, 2 зубный пастым міне тұр. Скидкаменен. Не. Так, енді продолжитті басамыз. Так. Так, міне жерде келетін күні жазылған. 27-сі 11-ші айда келет деп тұр. Жолдың бағасы 1300 теңге дейді. Зат 12 штук дейді. Балы 16 дейді. Ақшасы 10.880 теңге дейді. Енді подробныйды басасың. Тексересің заттарыңды. Так, міне 2 одеколон, 2 шампун, 1 шоколад, сабындар. Пакет керек емес болса, мысалы да, онда алып тастауға болады. Так. Өстіп заттарыңды берген заттарыңды тексересің. Кері қалай барамыз. Енді бір затты алып тастағың келіп отыр да, мысалы. Мысалы, бір затты алып тастағың келеді. Мысалы, пакетті алып тастағың келеді. Минусты басып қаласың, удалить дейсің. Міне, егер ұнатпаған затынды алып тастағың келсе, өштесің. Продолжить деп басасың. Енді распродажның заттары болады біздерде, арзан товарлар болады. Ол үшін распродаж деген жерді басасың, міне.
Оның ішінде міне распродажа 75% скидка деп тұр да. Так, міне бүйтіп қарайсың, мә не бар екен деп ішін қарайсың. Міне жерде распродажада кухня тазалайтын бар екен, мә жақсы екен, 518 теңгеден алайыншы деп мына жерді басып қаласың. Міне нешеуі керек? Мысалы 4-еуін алып жатырмын. Применить дейсің. Сөйтіп распродаждан да заттар алып қалуыңа болады. Оның ішінде киімдер де болады, міне киімдерді де қарауыңа болады. Биосидің заттары тұр мына жерде. Биоси деген компания қосылды. Осының да затын алайын деп қарайсың. Мына жерде аттары жазылып тұр. Оның әлі суреттері шыға қойған жоқ. Бұнда міне корзинаны басып кіргізе қоясың. Мынау міне корзину деп басасың. Так, корзину. Продолжитті басасың. Заказать дегенді басасың. Так, міне, ура, вы оформили заказ Фаверлик деп тұр. Доставка қай жерге? Міне, Ақтау қайда түсіресің? Осы жерден аласың. Сосын, мен жерде заказдың ақшасы міне күні тұр. Енді ақшаны Каспий Голдтан саласың өз нөміріңе. Сосын міне оплатить дегенді басасың. Оплатить. 14.683 теңге түсу керек негізінде заказ. Бірақ менің мысалы мен жерде ақшам жетпей тұр. Личный счетымда 3384 теңге ақша бар. Мысалы сізде запас ақша болса, осы жерде тұра береді. Бірақ менің төлейтін ақшам жетпей қалғандықтан 11298 теңге ақшаны тағы да сал деп тұр міне. Пополнить ет дейді. Сондықтан Каспий Голдпен ақшаңды төлеп, мына жерге пополнить етіп салсаң, ақшаң төленіп кетеді. Болды. Бір аптадан кейін товарың келмей тұрса, мысалы, ұмытып қалдым деген, міне профильді басасың. Сосын мои заказыйды қарайсың, осы менің заказым қайда деп. Егер сенің заказың мынандай болып тұрса, менің заказым енді келе жатыр, 26-сында келеді екен ғой деп, уақытын біліп, ақшаңды төленбеген екен ғой болса, төленбеген қызыл жанып тұрады. Ал егер төленген болса, мынандай болып жасыл жанып тұрады. Оплаченный заказым деп көріп отырасың. Менің 10-дағы заказым, міне 10-да келеді екен ғой деп, міне жерден келген екен ғой деп жүгіріп, жаңа офиске барасың. Заказым келіп тұр деп, звондайсың. Менің заказым келіп тұр ма деп айтасың. Болды, міне заказ беру осылай.